Сол бойынша қазір есімізге түсіріп алайық. Арифметикалық орта дегеніміз не? Кім жауап береді? Арифметикалық орта дегеніміз не Қасым? Арифметикалық орта сандардың қосындысын сандардың қосылғыштар санына. қосылғыштар санына бөледі. Жақсы. Келесі медиана дегеніміз не ол? Медиана ол субъективті деген сандарды өсу ретімен немесе кему ретімен орналастырғанда ортасындағы сан. Ортасындағы сан айтады. Жақсы. Мода дегеніміз не? Тақарына. Берілген саннан қатарына ең жиі қайталанған сан. Жақсы. Келесі өзгеріс ауытқымау. Өзгеріс ауытқымау дегеніміз не? Немесе өзгеріс құлашы деп айтады, иә? Басқа. Абдел? Ондағы ең үлкен сан, қатардағы ең үлкен санын ең кішкентай санын алады. Аяғымасын біз өзгеріс ауытқымау деп айтады. Жақсы. Барлық қантыларға өзгеріс ауытқымау. Осы бойынша қазір есепке шығарамыз. Үш тапсырма бөлек. Ашық қарайымыз, иә? Ашынса да қай береміз, иә? Тағы да есептер отырып шығамыз дәптерімізге. Дәптерімізге жазып отырамыз. Есепте сандар қатарының модасын табу. Мода дегеніміз не? Жаңа айттық қой, иә? Мода дегеніміз не? Бірнеше рет қайталанады. Жақсы. Сандар қатарындағы ең көп қайталанатын сан, иә? Бұл жерде ештеңе есептемейміз. Қай сан көп қайталанады, сол санды ғана модасы ретінде жазамыз. Модасы. Сандар қатарындағы медианасы. Жаңағы медиана дегеніміз
Aritmetik ortası bağlamak olsa basınının sanına bölük sayılmak жақсы тұрады. Деп аяқтап болса, ары қарай жұптық тапсырма алады. Сіздерге яғни екіде бірге орындайсыздар. Бұл жерде жаңа сіздерге WhatsApp-қа сілтеме жіберілді. Үйлеріңіз программасы арқылы қазір тапсырма орындаймыз. Бұл жерде квест деген білеміз ғой, иә? Математикалық квест деп аталады. Яғни бөлмеден шығу үшін сіздерге тапсырма орындау керек. Бұл тапсырмалар әрбір жерде жасырынған. Сол жасырынған тапсырмаларды өздеріңіз тауып аласыздар және сол берген тапсырманы орындаймыз. Мысалы, сендердің арифметикалық орта сыныптағы немесе медиана сыныптағы деген сияқты болса, сол берген шыққан сандарды жазып отырып, ең соңында біз есіктің құпия таңбасын тауып керек. Түсінікті ме? Жақсы, телефондарыңызды алыңыздар. жұппен орындаймыз, яғни қасыңыздағы адаммен бірге сілтемеге кіру арқылы сіздерге бөлме шығарып, сол бөлмеге кіріп тапсырманы орындаймыз. Бірінші қайынден бастаған дұрыс, өздеріңіз қараңыздар. Орындаймыз. Бірге орындаймыз. Саяқ. Ашық ма? Берген тапсырманы орындаймыз. Есептеп шыққан жауаптарды жинақтай жазып отырамыз. Себебі бұл сандар сіздерге керек болады қазір. Жазып отырамыз. Biraz бірге орындаймыз. Қарапайым тапсырмалар күнделік емес бұл жерде. Жақсы, өте жақсы. Қазір онда бізге Әсия. Бірінші қайсынан бастап ашамыз? Тақтадан. Бірінші. Бірінші терезені ашамыз. Терезені аштық, жақсы. Сосын? Жапырақтардың астында қарғыш бар. Асылғағанда тапсырма орындады. Барлығы жасашы ма? Иә. 4-9-ға бөлеміз. Неше шықты? 6. Жазып отырып сандарды? Жақсы. Келесі. Екінші. Қайсыға бардыңыздар? Вай тапсырмасы арифметикалық орта сыныптағы неше ол? 13. Жақсы. 6, 13. Сені қармаймыз. Сосын келесі. Компьютер қосалыңыздар ма? Неше ол? 10. Жақсы. Модасында дейді бұл жерде? 4. Өте оңай, бұл тапсырма. Сосын нені қосамыз? Қарта. Қартаны қосамыз дейді. Жақсы. Осы не берген? Аңғырда карта дұрыс па? Жоқ. Дұрыс емес, иә? Орналастырыңыздар ма дұрыс қой? Жақсы. Африка құрлығы. Австралия құрлығы, Азия. Ең дұрыс орналасқаннан кейін тапсырма ашылды. Өзгеру құлашын неге еткен дейді? Бұл жерде неше еткен бұл? 8 еткен. Жақсы, ең соңғы не орындаңыздар? Аквариум Ашып, біз тұттауымыз керек, иә? Жақсы. Бүкіл нені ұмытты? Тумочканы. Жақсы. Бұл жерде тағы тапсырмады. Медиана неге тең? Неше еткен? 9-ға. Жақсы, енді басынан бері шығып кеткен сандардың барлығын қосқан кезде сіздерге не шығады? 6 балы 4 сан, иә? Есікті ашып жүріңіз. 489. Ашып көрейік. Өте жақсы. Есікті аштық, иә? Жақсы, барлығыңызға орындалды ма? Жақсы, өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Жаңа сіздер жұппен орындадыңыздар, енді жиһанды түсіндіріп берейік. 3 сұрақтан тұратын шағын ғана тест тапсырмасы, яғни бір есеп барлығы.
Noşesi büyüklüğü var. Айтпаймыз. Кейбір жауабымызды айта отырамыз. Мен сұраған жоқпын. Bir уақытта жауап береміз барлығымыз. Так, дайындалып па? Так, жауап көрсете қояйық. Жауап, бір жауап қана көрсетеміз. Так, жауап. Так, С дейді, жақсы.